Сәлем достар, оқтауды қажет етпейтін тез арада дайын болатын өте дәмді творожниктің рецептісін жазып кеттім. Ең алдымен бізге морозильникте қатып тұрған май керек. Сол майды теркадан өткізіп аламыз. Үстінен содамызды қосамыз, уксусымызды қосамыз және де шекерімізді қосамыз. 2 кружка ұн қостым. Осыларды жақсылап араластырамыз. Кез келген май қолдансаңыздар болады. Мен маргарин қолдандым. Осыған 1 жұмыртқа қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қамырларымыз бірігіп қалмау керек. Мінекей дайын болды. Осындай болу керек. Енді творогымызды дайындап аламыз. Творогқа 400 грамм творогқа 1 жұмыртқа және де 1 кружка шекер қосып араластырып дайындап қойдым. Табамызды майлап, дайындап қойған ұнтақ тестамыздың жартысын саламыз. Оның үстіне творогымыздың барлығын салып, реттеп шығамыз. Қалауыңыз бойынша жаңғақтар салсаңыз болады, бұл міндетті емес. Алып қойған тестамыздың жартысын барлығын салып, тегістеп шығамыз. Осын шеттен реттестіріп, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Мінекей пісті. Осындай болып шығады. Өте дәмді, дәмі ерекше. Жасап көрсеңіздер болады. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.